Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі біздің видеода мен Влайк деген сайтты көрсететін болам. Бұл жақта ВК-мен тек қана ВК-мен тіркелесіздер бірінші кірген кезде. Мына жақта міне исполнительдерге ол міне Instagram, ВК соларды тапсырмаларды орындап істейсіздер. Және де рекламодательдерге өзінің группасының заттарын накрутка жасағысы келсе, өте арзан жасауға болады. Мына жақта регистрацияны басып, өзіңіз ВК-ңызбен тіркелесіздер. Ал менде уже аккаунт бар. Және счетымда менде 0.35 рубль тұр. Мына жақта жоғары жақта вступление, ВК, лайк, друзья, YouTube, подписка, инста, лайк, инста дегендер әрқайсысын басып істейсіздер. Менде ВК тіркелгендіктен ВК-дан көрсетейін бір-екеуін. Міне жаңағы заданияның біреуін басамыз. Мен уже подписан болып тұр екенмін, білмеймін қалай екен. Ол үшін міне, сіздердің жағдайларыңызда, сіздердің случайларыңызда просто сіздер осылай подписацияны басасыздар. Астына бір-екі фотосын қарап жүресіздер де, вкладканы жауып тастап, проверить басасыздар. Потом маған 0.2 рубль берді. 0.20 деген ғой, 0.55 болып кетті. Міне тағы бір задание сондай. Мына жақта солай подписка жасаймыз. Потом шығып кетеміз да, подтвердить дегенді басып істейміз. Міне уже 0.7 болды. Солай достар, көбін істей бересіздер. Мына жақта лайк дегендер бар, бірақ мен кірген кезде жоқ болды. Жалпы күніне шығып тұрады. Міне YouTube-тікі менде шықпай тұр, потому что мен привязать еткен жоқпын аккаунтымды YouTube-тың. Инстаграмда істеген жоқпын пока что. Сіздер тез істеп жасаңыздар, барлығында задание шығып тұрады, және де тез орындай аласыздар. Міне ваши кошельки дегенге, мына жақта PR Kiwi дегенде жоқ екен, өкінішке орай. Бұрын қарағанда бар еді. Бірақ сіздер қорықпаңыздар, бір жақсы зат ол, сіздер оны единицаға шығара аласыздар. Жақсы емес, кішкене жинап, тарифке сондайға жинасаңыздар болады. Бір сөзбен айтқанда ақшаң артықшылығы жоқ дейді. Міне жақта осылай сайтты өздеріңіз кіріп қарасаңыздар болады. Ссылка описаниеде болады. Ал біздегі екінші сайт ол AdCore деп аталады. Мына жақта да тоже сондай. Бірақ бұл жақта көптеген шанс бар, көптеген выбор бар. Қандай задание орындағыңыз келсе. Және де мына жақта тек қана ақша табу үшін емес, бұлай жаңағыдай өзіңіздің затыңызды дамытқыңыз келсе, соғанда өте көп зат бар, көп варианттар бар арзан ақшаға. Мына жақта мен уже аккаунтым кіріліп тұр. Регистрация жасау үшін кәдімгі почтаңызды жазып, пароль қойып, новый аккаунт ашып кіресіздер. Мына жақта көріп тұрғаныңыздай қарайған задание бар, көптеген 1500 деп тұр мына жақта. Мына жақта міне ВК группа деп тұр. Міне телеграмнан немесе WhatsApp-тан верификация ету керек. Мен телеграмнан өтем. Бұл чтобы сіздердің бот емес, бір шын адам екеніңіз білу үшін ғой. Ондай бір зиян қатысады жоқ, қорқынышты. Міне өзі көрсетіп тұрады. Осы ботты басасыздар, потом кодты жаздайды, сол кодты жазасыздар. Сол кезде сіздікі аккаунтыңыз уже верифицирован болады. Мен осылай істедім. Жаңағы фотоны көрген кезде. Мен уже ВК уже мен заттарын тіркей аламын. Мен ВК-мды тіркеймін қазір. Все, ВК тіркелді. Жоқ, тіркелмей алды. Потому что менікі фейк аккаунт қандай. Тек бір фото тұр. Сіздерде фейк аккаунттарыңызға ішіне бір 10 өтірік адамның суреттерін салып қойыңыздар, а то істелінбейді.
Енді кәдімгі қатты көрсетпей ақ қояйын, өздеріңіз түсінген боласыздар. Міне достар, көптеген заданиялар тұр. Міне міне ақша шығару үшін почтаны істеу керек екен. Мен почтаны қазір осы жерде істеймін. Қазір бір 2 секундтан кейін пароль келеді. Міне код келді. Міне кодты жазамыз. Все, міне почта успешно подтверждена деп тұр. Міне Кивиге, Payr'ге единицаға шығарсаңыздар болады. Кивиге міне автовыплата деп тұр, 10 рубльдан комиссия 3%. Ал Payr'ге 30 рубльдан. Мына жақта ең бізге тиімдісі ол Киви ғой, сол 10 рубль жинасаңыз болды, сразу сіздің кошелегіңізге кіреді. Оны басып шығару деп қиналып жүрмейсіздер. Автоматически өзі түседі. Так, солай достар, задание орындап ақша тапсаңыздар болады. Сәттілік, көп ақша табыңыздар.